26-шы дәріс қаржылық тәрбие деген тақырып 120-шы 124-ші беттер басқа жазбалармен салыстырғанда сәл ауқымдырақ үлкендеу жазба. Бұл жазба біріншіден ата-ана ретінде өзіме арналған және қазіргі ата-аналар болмаса болашақ ата-аналарға арналған жазба. Бұны да мен бір аудан алған жоқпын. Бұл бағанағы қаржылық мәселеде мен үлгі алып жүрген ағаларымның маған айтқан ақылы, соны бір жинақтап түртіп жазып қойдым. Біреу айтуы мүмкін, сенің балаларың әлі 16-ға толған жоқ қой, сен қалай 16-дағы балаңды тәрбиелеу туралы жазғансың деп айтуы мүмкін біреулер. Бірақ сол кішкентай жастан бастап 16 жасқа дейінгі қаржылық тәрбие қандай болу керек деген сияқты мәліметтер, жазбалар, ойлар келтірілген осы жерде. Яғни бұл біріншіден өзіме насихат. Айтып отырмын, мынау кітапты мен өзім оқуға мұқтажбын. Өзім жазсам да өзім оқып, қайталап бір нәрселер бекітіп отыруға мұқтажбын. Және мына жобаның, тәпсір жобасының арқасында біраз нәрсені санамда жаңғыртып, біраз қаржылық қателіктердің алдын алдым десе де болады. Әйтпесе адам ұмытшақ қой. Сол үшін мына жерде қаржылық тәрбие деп, қаржылық тәрбие жалпы қандай болу керек? Енді 4 бетке сыйғызуға тырыстық. Бәлкім қаржылық тәрбие деген бір бөлек кітап жазылуы керек шығар. Бірақ мынаның өзінде біраз ойлар айтылған. Соның ішінде бір ерекше атап өткім келіп тұрған ой, жалпы қазақтың салт дәстүріне, тарихына қарасақ, баланы ерте жастан қаржылық мәселелерге жақын ұстаған, жалпы қаржылық тәрбие берген. Негізі бұрынғының валютасы мал болды ғой. Сол кезде қарасақ, ата-аналары, әке-шешесі балаға кішкентай кезден бастап мал баққызғанда. Енді әкесінің малын баққан баланы елестетіңіз. Әкесінің малын баққан бала, ол әкесінің қанша қойы бар екенін, қанша сиыры бар, қанша жылқысы бар екенін, қанша түйесі бар екенін бәрін біледі ғой. Яғни әкесінің капиталын біледі. Бәлкім ол мысалы бір басқа ауылдастар білмеуі мүмкін, білсе де баласы сияқты нақты білмеуі мүмкін. Өйткені баласы нақты сол қойға, сол малға жауапты болғандықтан оны санап, түгендеп, есептеп жүреді. Демек, қазақ ерте кезден баласын осы қаржылық мәселелерге араластырған және баласы сезінгенде бұл нәрсені. Ал біздің тәрбиемізге қарайық. Бізді ата-анамыз қалай тәрбиеледі? Кейбірімізді ерте жастан ақша ұстатып, магазинге жұмсап, бар сатып әкел, сдачасын қайтарып әкел деп ақшамен ерте жастан бастап достастырған болуы мүмкін. Кейбірімізді сен аған әлі ерте, ақша қолдың кірі, ақша деген сені бұз жіберу мүмкін деп ақшадан бір алшақ ұстауы мүмкін да баласын. Енді мен үшін бір әке ретінде, енді қазір мен ұлым 6-ға толайын деп жатыр, үлкен ұлым, кішкентай ұлым, екінші ұлым, ол 3 жасқа толды. Енді 3 жас әлі ертелеу шығар, бірақ мана 6 жасар ұлымды мен әзірге былай тәрбиелеп жатырмын, ақшаның химиясын сезінсін деп ше. Бұны бір ағамыздан естігем. Мысалы, балаң бір ойыншық, бір нәрсе сұрай берсе, оның қолына сол ақшаны беріп, сол ақшаны сен әпермеуің керексің, оны өзі алу керек та. Яғни ақшаның химиясы деген нәрсе бар да, түсінік. Ақшаның химиясын түсіну үшін ол қағаз ақша болғаны маңызды да. Біз енді қазір электронды ақша болып кеткен, электрон түрде Каспиймен басқамен аударасында бір ақшаның салмағын сезінбейсің да. Сол үшін бір кеңес айтады, яғни ақшаны үнемдегің келсе қағаз түрінде сақта дейді да. Сол кезде сен ақшаны кетіп жатқан, азайып жатқан қатты сезінесің де, өзіңді бәлкім тежеуі мүмкін. Дәл сол принцип балаға да жарай береді. Яғни балаға қағаз ақша ұстатып, соны өзіне жұмсату керек. Сол ағамыз айтады да, мен балаларым ойыншық сұраса, бір нәрсе алам десе, мен оларға өздеріне ақшасын ұстатам, мә сатып ал деп айтам дейді. Сөйтіп, бірақ түсіндірем дейді. Мысалы қара, дәл осы ақшаға сен өзіңе керек басқа бір зат ала аласың. Немесе сенің сүйікті түсіндегі нәскиің осынша тұрады. Немесе сен пончик жақсы көретін едің ғой, пончигің осының құнына тең. Деген сияқты бала ақшаның
ақшаның химиясын сезіну керек, қағаз ақшаның ше. Бұл өте маңызды. Сөйтіп мен бір жеңісім десе де болады, балама бір рет қолына ақша ұстатып нанға жұмсадым да, өзім қарап тұрмын енді, бір ана жерде бір 20-30 метрде тұрмын. Сөйтіп бардым да балама жұмсаттым. Сосын қанша қайтты. Енді ақшаның есебін біледі, санай алады. Мысалы 200 теңге ұстаттым, 180-ге нан алды да 20 теңгесін өзімен бірге ұстап әкелді. Сезініп тұр да. Нанның қандай ақшаға келетінін түсінді. Яғни балаға соны түсіндіру керек деп ойлаймын. Ақшаның химиясын сездірту керек. Ол ақшаның енді біз қазір бала туралы сөйлеп жатырмыз, бірақ өзіміздің де белгілі бір деңгейде қаржылық мәселеде бала екенімізді ұмытпауымыз керек. Сол үшін бұл кеңесті, мына кітапта осы бөлімде айтылған кеңесті біріншіден өзімізге де қаратып оқып көру керек шығар деген ой келді. Сол сияқты енді бұл тұрғыда мани и азбука қазақша аударылды. Мани төбет деп аударды ма, сондай бір аудармасы бар. Бодо Шефер. Мен ол кітаптың аудио нұсқасын тыңдағам, бірақ қазір қағаз нұсқада оқып көргім келіп жүр. Бірақ менің әсерім, алғашқы әсерім және де сол кітапты оқыған кісілердің айтуынша өте күшті кітап. Яғни қаржылық тәрбие тұрғысынан бір сторителлинг форматында ақшаны қалай жұмсау керек, қалай сақтау керек, соны бір жақсы түсіндірген. Яғни балаға ерте жастан осы ақшамен достастыру керек, ақшаға қатысты ұстанымдары дұрыс болуын қадағалау керек. Бұл да маңызды. Мынау кітапта айтылмаған, бірақ та бір қоса кететін нәрсе, мысалы бір кісілер бар, есейген шағында ақшасын жұмсай береді. Сөйтіп, енді қолымда ақша тұрмайды дейді. Мен қанша ақша табам, бірақ жаратып қоя берем дейді. Сөйтіп оның зерттеген ғой енді, бұл әдеті қайдан келіп жатыр, бұл установкасы қайдан келіп жатыр деп зерттеп тереңірек үңілсе, сөйтсе кішкентай кезінде әсіресе 6 жасқа дейін бағанағы адамның миында установкалар қалыптасады. Сол 6 жасқа дейінгі тәрбие өте маңызды. 6 жасқа дейінгі қаржылық тәрбие өте маңызды. Сөйтсе әлгі бала ақша жинаған ғой енді, 5 жасында мекен, 4 жасында мекен. Сөйтіп ақша жинаған, бір нәрсеге алам деп, бір нәрсе алам деп. Сөйтіп үйге қонақтар келіп қалған, анасы беретін ақшасы жоқ, немесе бір нәрсе сатып алуға ақша жетпей, анау баласының жинаған ақшасын алып қойғанда енді, баланың рұқсатынсыз. Сөйтіп баланың жинаған ақшасын алып бір дастарханға жаятын бір нәрсе ала салған ғой енді. Сөйтіп анау баланың басында установка қалып қалған. Қандай? Егер де мен ақша жинасам, оны біреу келіп менен тартып алады. Сол үшін мені біреу осы ақшамды тартып алмай тұрған кезде мен оны жұмсап үлгеруім керек деп жарата береді ақшаны. Яғни жинай алмайды сол үшін. Қызық. Кішкентай ғана ата-ананың қаржылай сауатсыздығы десек те болады, қаржылық психологияны түсінбеуі баласында ақшаға деген қарым-қатынастың дұрыс болмауына әкеп соқты. Қандай результат? Осындай. Сол сияқты біз қаржылық тәрбие деген тақырыпты біріншіден өзіміз баламызды дұрыс қаржылай тәрбиелеу үшін өзімізде бір қателіктерімізді бір іздеуіміз керек, зерттеуіміз керек, өзімізді зерттеуіміз керек, өзіміздегі проблемалардың балалық шақтан келгенін түсінуіміз керек. Яғни айтады да, не было бы детства, не было бы проблем дейді. Яғни бүкіл проблемалар балалық шақтан, бағанағы ұстанымдарың, көзқарастарың. Сол үшін біз қаржыға қатысты, ақшаға қатысты бір проблемаларымыз болса, давайте, енді психологқа бара жатады біреулер, бірақ егер шамаңыз жетсе, өткен шағыңызды бір қазбалай алсаңыз, өткен шақтағы оқиғаларға орала алсаңыз ойша, бір зерттеп көрсеңіз болады. Менің ақша жинай алмауым, немесе ақшаны қатты қысып ұстауым, немесе ақшаға қатысты проблемаларымыз бар ғой, қарызға бата беруім, немесе менің тағы деген себебі қайда деп өткен шақтан іздейікші, балалық шақтан, ауылыңа бар, әсіресе 6 жасқа дейінгі кездерді еске алуға тырысу керек та. Яғни көп мәселенің шешімі сол жерде жатуы мүмкін. Біз мына жерден айтамыз енді, мынаны қоссаң, мынаны жинасаң жақсы болады, сақтық қорын жаса, анау дейміз, бірақ бәрі психологияға келіп тіреледі да, түбі сол бір психологиялық проблемалар болып шығуы мүмкін. Сол үшін қаржылық тәрбиеміз қандай болған өзі деп бір ойланып көрейік. Сол кезде біраз мәселеміз шешілетін сияқты. Енді мына жерде
тағы да бір осы жазбада бір маңызды бір ой бар. Ұл мен қыздың қаржылық тәрбиесі екі түрлі болады. Екі түрлі болады. Бұған да ағаларымыздың ақылы бір көмекші болды маған. Біздің қазақтың жалпы сөздерде дәл айтылған ғой. Мысалы, мынандай сөз бар. Қыз бен ұлдың ақша қатысты тәрбиесіндегі айырмашылықтар. Жігітті, ұлды тоқтық бұзады дейді, қызды жоқтық бұзады дейді. Өте әдемі айтылған сөз. Яғни қыз тоқтық сезімде өсу керек, ал ұлды жоқтық сезімде өсіру керек та. Аштық дейді ғой, тырнақшаның ішінде аштық күйде қалдыру керек та. Сол кезде жігіт ретінде қалыптасады, ал қызға ондай аштық күйде ұстауға болмайды қызды. Ол әр жақсы нәрсенің дәмін тату керек, ең жақсы нәрсеге лайық екенін сезініп өсу керек та. Былайша айтқанда, бұл өте фундаменталды нәрсе. Яғни қыз бен ұлдың тәрбиесінде осы нәрсені ұмытпау керек. Өйткені тоқтық жігітті бұзады. Тоқ болса, бағана жалқау болады, жұмыс істемейді, лудаман болып кетеді, наша шегет, арақ ішеді. Былайша айтқанда, бір челленджі жоқ жігіт сондай болып кетеді. Өте босаңсып кетеді. Қыз бала жоқтықты көрсе, олды бұзады оны. Мұндай мысалдар өте көп. Яғни, оның табиғаты жалпы қыз баланың ол бір молшылықта, бір комфортта өмір сүруге арналғанда, сен сол системаны бұзасында, ол оны іздеу үшін бағанадай жоқтықтан сондай бір теріс жолға түсіп кетуі мүмкін, басқа бір қадамдарға баруы мүмкін да, табиғатын жоғалтып алуы мүмкін. Сол үшін бұл өте маңызды, өте маңызды ескеретін нәрсе. Мысалы, бағанағы мен айтып едім ғой, осы қаржы қағидаларының жазылуына түрткі болған, себеп болған, сол менің Шамил Әлеудиновтың бағанағыда 45 күндік финансовый забегі болды. Соған қатысқаным себеп болды. Сол кездегі біраз нәрсені миымда полкалары қойып берді. Сол жерде сол Шамилдің балаларын қалай тәрбиелейтіні маған қызық болды қаржылық мәселеде. Ол кісі бір бәрімізге бір түртіп алатын нәрсе, ұл мен қыздың тәрбиесінде мынандай принцип ұстанады. Ұлдарына айтады екен, кішкентай кезден бастап, сендерді 16 жастан бастап ресми заң бойынша сендер жұмыс істей аласыңдар, ақша таба аласыңдар өздерің. Сол үшін 16 жасқа толғаннан кейін, құрметті балаларым, ұлдарым, сендер бір нәрсе алғыларың келсе, қалауларыңды орындағыларың келсе, мысалы машина алғыларың келсе, ноутбук, iPhone алғыларың келсе, проблема жоқ. Мен сендерге әперемін оны, бірақ қарызға әперемін. Енді менің, айтады, ол кісі айтады, менің рассрочкам банктың рассрочкасынан жеңілірек. Мен сендердің туған әкелерім, бірақ сен тегін алмайсыңдар. Яғни, ол бала 16 жастан бастап қаржылық шешімдерін өз басымен көтеретін сезіну керек. Яғни, ол кісінің принципі сонда. Енді елестетіңіз, 16 жасқа толды, әке маған iPhone керек. Давай, iPhone 500 мың теңге тұратын iPhone, мен саған әперем, сенің қалуың, бірақ қарызға жазып, қарыз дәптерін ашып қойғанда әр баласына. Сөйтіп, қарыз дәптерін ашады, балаларына қарызға береді. Менің ойымша өте күшті принцип. Бір жағынан баласын қинамайды, банк сияқты, болды, сен кешіктірдің, пеня саған, анау-мынау деп. Бірақ екінші жағынан ол баланы босаңсытпайды да, ол бала бағанағы ақшаның химиясын сезінеді. Қарыздың химиясын сезіну керек та. Туған әкесі енді оны бір қатты тығырыққа тіремейді ғой, бірақ дисциплина үшін өте әдемі. Барлығы келісіммен, яғни осылай, давай. Сөйтіп, ол кісі сондай принцип ұстанады. Бірақ қыз баласына, оның қателеспесем 2 қызы бар, қыздарға оның ұстанымы басқа. Ол қыздарына iPhone керек па, әпереді. Жұмысына, оқуына, бәрде бір жай әпер дегенде әпере бермейді, бірақ анада керек болып тұрса әпереді. Бірақ таза бір қамқорлық тұрғысынан, әкесінің бір қамқорлық тұрғысынан сатап береді. Бірақ бағанадай машине, үй деген үлкен покупкаларды ол бүйтіп айтады екен. Кешір қызым, бұл сенің бұны саған жолдасың әперу керек болады. Менің осымен әкелік қамқорлығым осы. Мен сені
16 жыл бойы немесе қанша жыл, 18 жыл бойы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, өстіп баптап ұямда ұстадым. Сөйтіп аманаттап бағанағы жолдасыңа берем. Ары қарай сенің қамтамасыз ету соның мойнында. Негізі мен өткен жолы бір уағыздан естідім. Бір ғалымдар енді, таза ғылыми, ислам ғылым бойынша сөйлейтін бір ұстазымыз бір жақсы ой айтты да. Ислам тарихында дейді, шариғатта жалпы қыз баланың ақшаға мұқтаж етпей, қыз бала бір тентіреп, бір ақша табу жолына түсіп кетпеу үшін барлығы қарастырылған дейді. Неге? Мысалы, кіші қыз бала дүниеге келгеннен кейін оны күтіп баптау, оның жағдайын жасау, оның ақшасын тауып беру ол әкесі мен ағасының міндеті дейді. Солардың міндеті. Сөйтіп оны тұрмысқа шығады, оны аманаттап бағанағы күйеу балаларына береді. Сол жолдасы ары қарай сол аманат оны бағу, қағу, жағдайын жасау күйеуінің мойнында болады. Кәдімгідей жауапкершілік. Байқасаңыз, анау қыз әлі былайша айтқанда өзін асырау үшін жұмыс істемейді, әлі. Мысалы, ағасы, әйелі, қазір күйеуі енді бір жағдай болуы мүмкін ғой. Қайтыс болуы мүмкін ғой, жесір қалуы мүмкін ғой, күйеуі қайтыс болып жесір қалуы мүмкін. Ондай жағдайда не істейді десе, ислам жалпы шариғаты бойынша оны мемлекет асырау керек, ондай жесір әйелді. Мемлекеттік қазынадан ақша бөлініп, бағанағы әйел ешкімге бір күні қарамай, бір өзін асырап кетпеу керек та, қысқасы. Былай қарасаң, туғаннан өлгенге дейін, қайтыс болғанға дейін қыз баласының жалпы өзін асырау үшін бір тентіреп ақша табу жолына түспеуіне жағдай жасалған негізі исламның ғылымында, исламның шариғатында. Бірақ өкінішке қарай қазіргі кезде ондай нәрсе көп сақтала бермейді. Бірақ мен ойымша мынандай қамқорлықты сезінгенде қыз өзінің қыз болып, әйел болып дүниеге келген бір мақтан тұтатын, соны бір жақсы көретін, ұнататын сияқты деп ойлаймын, болу керек қой. Яғни не деген сөз? Бағанағыдай олды тоқтық бұзады, қызды жоқтық бұзады. Яғни қызды жоқтық күйіне түсірмеу үшін жасалған нәрселер. Сөйтіп бағанағы Шамил Әләудинов айтады, 16-ға толса да бағанағыдай машине мен пәтерін нен басқасын бәрін сатып берем дейді. Өйткені ол қыз, ол былайша айтқанда тарықпай өсу керек та. Ұлдың тәрбиесі басқа. Ол тіпті бүйтеді, ұлына, оның ұлы 19 жасында ма үйленді. Сөйтіп ұлына пәтер берді, бірақ пәтерді былай тегін бере салған жоқ. Мысалы, бір қанша миллион, 30 миллион теңгенің бір пәтерін берді дейік, бір бөлмелі ерлі-зайыптыларға, нормально студент ерлі-зайыптыларға берді, өзінің баспанасы бар. Бірақ 30 миллионды, мысалы, ол бүйтіп айту мүмкін. Мынаны 3 жылда немесе 5 жылда қайтарсаң болады деу мүмкін да. 5 жылда қайтарасың, жылына 6 миллион, айына 6 миллионды 12-ке бөлсе 500 мың, 500 мың. Немесе рассрочка, әкесінің балаға рассрочкаға бергені да енді. Бәлкім несін 10 жылға беру мүмкін, бірақ бала оны бір тегін алғанын сезінбеу керек. Яғни қарызға екенін түсіну керек. Мысалы, мен інілерім бар, грантқа түспеу мүмкін, грантқа жетпеу мүмкін балдар, бірақ мен айтам, қара, мен сені оқуын төлеп берем, бір жылың осынша тұрады, мен төлеп берем оқуыңды, бірақ бұл тегін болмайды, мен қарыз дәптеріме жазып қоям, сен маған сосын оны қайтарасың ақырындап, осынша. Бірақ салмақ түспейтін дей, мысалы, кейін жұмыс істей бастағанда айына 20 мыңнан ба, 30 мыңнан ба, бірақ қайтарасың да. Сол кезде әділетті сияқты. Ол да өзінің қарыздар сезінбейді. Бағана туысқандар арасында міндетсіну, анау оқытты, мынау шоқытты, мынау берді, мынау берген жоқ деген әңгіме болмас үшін жақсы келісімді қарызға, бірақ ұзақ мерзімді банктен, басқадан да гөрі тиімді рассрочкада бұл. Бір жағынан оқиды, емін еркін, ақшасы бәрі бар. Екіншіден, ол тегін емес екенін түсінеді, қайтару керек екенін түсінеді, жауапкершілікті де сезінеді. Сондай бір тәрбие бар. Сосын мынандай нәрсені айта кету керек, осы тұрғыда кітапта айтылмаған шығар ол. Жігіт ақшаны өзі үшін тапса, ол бұзылады. Өзінің кайф үшін ақша тапса, бұзылады. Жігіт біреу үшін, басқалар үшін, қызмет ету үшін ақша тапса, ол потенциал ашылады да. Ер адам сондай. Әйел адамды керісінше, ол өзі үшін ақша тапса, өзінің кайф үшін дейік, онда ол оны потенциалын ашады. Ал
біреу үшін ақша тапса, біреуді асырау, біреуді, онда оның кішкене табиғаты бұзылады. Сондай бір ағаларымыздың айтқан ақыл кеңесі. Сол үшін енді соны қаржылық тәрбиеде осыны ескеру керек деп ойлаймын. Сосын соңында мынандай бір жақсы нәрсе айтылады. Қаржылық сценарий деген нәрсе бар. Қаржылық сценарий деген нәрсе ол сіздің өзіңіздің зейнетке шығу жоспарыңыз. Мысалы 63 жасты күту шарт емес. Мысалы 30-да 40-та зейнетке шығуға болады. Мына кітапта айтылған негізі ол нәрселер бар. Байқаған адамдар байқады. Пенсияға ерте шығу, 1 миллион теңгемен пенсияға шығу деген варианттар бар да. Енді осы жерде мынандай нәрсе бар. Бізде қазақта жиі кездесетін нәрсе, ұлым, балам мені бағат деп бүкіл қаржылық, ата-анасының қаржылық сценарийі сол ұлын өсіргенге дейін ғана болады да, оқыту, үйлендіруге дейін. Сонымен анау баласы жұмыс істейді да, сонымен бітті. Оның қаржылық сценарийі тоқтайды. Қаржылық сценарийі пенсияға тезірек шығып алу болады да, ата-анасының. Бірақ пенсия қызық та. Мысалы, ол өзі жұмыс істеп жүрген кезде, мысалы, қанша мың табуы мүмкін, бір 300 мың табуы мүмкін, бірақ пенсиясы 150 мың болады да. Яғни өмір сапасын 2 есе қысқарту керек болып болады да пенсияға. Бұл сценарий проигрышный дейді орысша. Сен неге онда 63 емес, мысалы 40-та 50-де 1 миллионмен пенсияға шықпайсың? Оның математикасы, оның схемалары бар негізі. Сол кезде әр ата-ана баласынан тәуелді болмай, өзінің қаржылық зейнет жасын, қаржылық болашағын өзі жоспарлау керек. Сол кезде екеуі де отады. Біріншіден, ата-ана баласына тәуелді болмайды, өмірінің соңына дейін қаржылық мәселеде. Өйткені ол өзінің қаржылық сценарийі бар да, оның баладан тыс, балаға байланбаған бір қаржылық сценарий бар. Тіпті ерлі-зайыптылардың да өзінің қаржылық сценарийлары болу керек деп ойлаймын, бір-біріне байланбаған. Сосын баласына да жақсы да бұл. Баласы өзінің қаржылық сценарийін өзі құра алады еркін. Өйткені бағу міндеті деген бір ауыр жүк болып тұрмайды да оған. Ол артылып жатса көмектеседі, бірақ бағанадай қаржылық бір тығырыққа тіреп тастамау керек та. Сонда былай қарасаң, бала, ата-ана өте маңызды. Ата-ана өзінің қаржылық сценарийін өзі құру керек. Дүниеден өткенше. Бағана дейін сақтандыру бар, дәрігері бар, яғни бір жалпы өмірде тіпті өз балаңа масыл болып қалмау өте маңызды. Мысалы, мен жиі жасайтын дұғам, Алла, мені өмірден өткенше ешкімге күнімді қарата көрме деген сияқты. Өзің тамағыңды өзің істеп, өзіңнің аяқ киіміңді өзің киіп, өміріңнің соңына дейін солай өтсең, нағыз еркіндікте ойлаймын. Және де осы еркіндікте, қаржылық еркіндікте маңызды да. Біреуге күнін қарамау үшін сен өзің қаржылық сценарийің балаңнан да, әйелінен де, жолдасыңнан да, күйеуінен де бір болу керек та. Бірақ мына жерде қызық және бір айта кететін нәрсе. Ақша айттық бағана, ол жігіт пен қыздың ақша табуы екі түрлі негізі. Осыны ескеру керек. Енді бұл үлкен тақырып, бұны бір кіріспе деп ойлаңыз қаржылық тәрбие мәселесінде. Сол бәріміз өзімізді, айналамызды бір дұрыс қаржылық тәрбиемен бір қамтамасыз етейік. Сол үшін бір осы септігін тигізсе өте қуаныштымыз.